Сәлем достар, бүгін сіздермен Active Probi жайлы айтқым келіп отыр. Оның құрамында қазір қарап отырмын 8 миллиард микрофлора бар екен. 8 миллиард микрофлора. Бұл қаншалықты организмге қажет өте құнды микрофлора екенін білсеңіздер ғой. Жалпы біздің ішегімізде көптеген микрофлора болады. Бірақ әртүрлі тамақтарды жеу арқылы олар сақталу шарасы жүргізілмейді да. И содан келіп иммунитет төмендейді. То есть кишечная микрофлора бұзылғандықтан иммунитет төмендейді. Тамақтың қорытылуы бұзылады, іш кебеді. Сонымен қатар запор пайда болады. Сондықтан да соларды емдеу барысында комплексін түрде Active Probi'ді да ішуге болады. Бұның құрамында не бар? Қандай микрофлора кездеседі десеңіздер, 6 түрлі микрофлора кездеседі. Біріншісі, мұны жазылып тұр, Lactobacillus animalis lactis деген түрі. Ол 5-2 миллиард салынған. Ішіне бір капсуланың құрамы ғой, бұл бір капсуласының ішінде 5-2 миллиард бар екен. Неге десеңіздер, ол өте сондай қатты қажет микрофлора болып саналады ішекке. Осы микрофлора түсу арқылы сіздің тамақ арқылы немесе таблетка түрінде ішетін витаминдеріңіз ішектен өте жақсы сіңіріледі. Егер бұл болмаса, витаминдер сіңбейді, құр босқа далаға шығып кетеді. Одан кейін екінші айтатын нәрсем, ішектің бойында желінген тамақ, егерде кислотность дұрыс болмаса, ішекте сөлдер жетіспесе, микрофлора дұрыс болмаса, әр бұрышында қаталап қалады. Малдың ішектерін көрген боларсыздар, түйір болып шығып жатады ғой. Вот тура сол сияқты қатып бұрышында тұрып қалады. Ал мынау мен айтып отқан микрофлора соның бәрін жібітіп, қорытып сыртқа шығарылуына көмектеседі. Екінші топ микрофлора ол Lactobacillus rhamnosus деп аталады. Жалпы медициналық зерттеулер бойынша бұл именно жаңа туған балалар үшін өте қажетті микрофлора болып саналады. Неге десеңіз, мына сүттің қорытылуы үшін, оның баланың организміне жақсы сіңуі үшін осы микрофлора қажет. Сонымен қатар бала обычно 3 айға дейін болады. Кішкентай балаларда іші кеуіп қатты шырылдап жылайды. Себебі жаңағы зерттеулер бойынша айтады, сүттің қорытылуы пока ішегінде баланың микрофлора болмағандықтан қиындау жүреді деп. Ал мынау бар рамнозус барса, ол жеңілдетеді. Именно сүттің қорытылуын жеңілдетеді. Және үшінші топ ол Lactobacillus reuteri деп аталады. Бұл не үшін керек десеңіздер, бұл Lactobacillus reuteri именно диарея болады. Балаларда мысалы үшін іші өтіп жатады түрлі инфекциялардан. Ішектің бойынан даже плевок болып, көпіршік түрінде ішектің өзінің шырышты қабатына дейін сыртқа шығып жататын кездері болады. Көпіршікті ғып үлкен дәретке шығатын. Міне сол кезде осы Lactobacillus reuteri қажет. Ол іштің кетуін тоқтатады және ауырсынуларды жояды. Ішектің бойында іш өткен кезде қатты раздражение болады ғой, соны басатын микрофлора. Одан кейін Acidophilus деген микрофлора бар. Бұл именно шырышты қабаттарға қажет. Ауыз қуысында стоматит болған кезде, одан кейін ішектің бойында колит болған кезде, қабыну процестері, гастрит, солардың кезінде шырышты қабаттарды қалпына келтіруге көмектеседі. Және именно гинекологияда вагинальный аурулар болады. Вагинит, вагиноз, түрлі инфекциялардың әсерінен кальпит болып жатады. Шырышты қабаттары эрозияның кезінде де шырышты қабаттарында даже жараның әсерінен қанау процесі жүреді. Міне бұл неге болады десеңіздер, в норме осы Acidophilus ол шырышты қабаттарда болу керек. И сырттан инфекция келсе, pH ортасын реттеп, содан қорғап тұру керек. Егер ол жетіспесе, жаңағы қабыну процестері жүреді, инфекциялар спокойно кіреді ішке и түрлі аурулар туындата алады. Сондықтан да тіпті осындай ауруларды әртүрлі антибиотиктермен емдегеннен кейін де қайтадан осы Acidophilus деген микрофлорасын қалпына келтіру үшін міндетті түрде қажет микрофлора болып саналады. Және Bacillus longum деген бар, именно ол тоқ ішектің бойына қажет микрофлора болып саналады. И ең соңғы Bacillus bifidum деп аталады. Ол бізде шаштың түбіндегі, терідегі микрофлораларды реттеп отыратын атопический дерматит бар. Сонымен қатар аллергиялардың әсерінен, әртүрлі антибиотиктерді қабылдағаннан кейін реакция ретінде теріде бөртпелер пайда болады, жаралар кетпей жатады. Соның барлығы осы микрофлораның жетіспегендігінен болады. Сондықтан да жалпы біздің организмімізде қаншама миллиардтаған өзіміздің нормальный микрофлора бар.
Оның бәрі не үшін керек десеңіз, тамақтың қорытылуы үшін керек, инфекциялардан қорғап тұру үшін керек, pH балансты ұстап тұру үшін керек. Егер осы баланс бұзылатын болса, организмде әртүрлі аурулар пайда болады. Сондықтан да кез келген жерден оқысаңыз, уже бәрі біледі деп ойлаймын. Адамдардың иммунитеттің ең бірінші 80% кишечникта, яғни ішектің бойында орналасқан деп ол бекерге айтылмайды. Себебі барлық нәрсе ішек арқылы сіңіріледі. Сіз жеп жатқан тамақта, егер сіз қандай да бір дәрі ішіп жүрген болсаңыз, ол дәрі де бәрі ішектің қабырғасы арқылы сіңіріледі. Бауырға барады, дальше уже үлкен круг арқылы организм бәріне жеткізіледі. Сондықтан да кишечная микрофлораға өте қатты мән беру керек. Егер де сіздердің пробиотик жайлы сұрақтарыңыз болатын болса, комментарий қалдырсаңыздар болады. Сіздермен болған мен дәрігер Гүлжауһар Маратбекқызы.